Туамет училищесінде оқыдым. Анары шунда санаторий свияғы бар еді, шунда ішке орнаштым, шунда ішледім. И шуған жоқ енді көрші қызы күйеуге шыққан ем Мобинаға. Бұлар қойттылар қыз жағына тойға. Міне шунда ол менің келіндершінің сіңлісі білән біз екеуміз бек қатты достар едік. Міне шуларға бетінде бірге боламыз, аралашып жүріп, міне олар шунда тойға қайтқан еді, шулай таныштық. Міне шунан шашып танышып жүріп, шулай танышқала бердік. 93 жылының 22 январында мен күйеуге шықтым да мұнда, міне мұнда шулай тұқымда келдім алға шықты. Шунан бері болдым. Кішкенеден шулай шафқат тұташын боласын келер деп қияланған едіңіз ме? Көңілде болғандыр инсан дейді. Бұлар мен айымына бізге балалар мен туғанларға шөлден бұндар қалайлар ек, оларда мына керек тұрғанлар ек. Сен медик боларға керек біле, сен шуға медикқа сен көңілің білен жатасың, сен медикқа ұшағанды бетелер ек. Енді бәлкіме рахмет жосын, қоянды білішкен, қоянды қызықсынған, әнде шылай бола бетінде, енді Лидия сіңа фельдшерға барға керек екенді. Фельдшерні де әйттілер де, ол дейді, больницада ішли, скорыйда да шияла, ауылда да шияла. Юғалмай дейді бәйтім. Мен әне шылайды фельдшерға сен бар деп, ол алып барып шылай ұнаштырып, оға 10-шы класында